Мен бұрын баняға барсам терлемейтін адам едім. Вообще тер шықпайтын менен. Сол бойым шығып, жаңа жылу матрастарын сатып алып жатырмыз ғой, солармен соған жатып, келгенде имбир жағады, массаж жасайды, содан өмірімде шықпаған тер шығып, почкаларым жатқанда, отырғанда отыра алмай, қиналатын. Бірінші күні ем алмаған күні қиналғам, отыра алмай, ұзақ отыра алмай. Почкам жақсы болып келе жатқан сияқты, қазір отырып жүрмін ұзақ уақыт бойы. Сосын жаңаға ұйқы безі мен қатты шаншып, ауыратын, тамаққа тойып жесем да, шамалы аз жеп қойсам да беспокоить етеді. Мен крион, панкреатин, сол дәрілерсіз жүре алмайтынмын. Ол дәрілерді мен алып келген жоқпын, алып келсем ұрсады дегенді естідім да, дәріңді ішіп жүре бер деп айтады ғой деп. Сондықтан мен дәрі алып келген жоқпын. Дәрісіз, бірақ жақсы, өте жақсы өзімді сезініп жүрмін. Ем алған кезде тек қана массаж емес, имбир жағады, сосын қыздырады, жаңағы хундудай ме, аты не қалай еді, сол матрастармен қыздырады, арқаңды, үстіңді былай оңға солға жатқызып, в общем, полный денеңнің бәріне, бақайыңнан басыңа дейін дейді ғой. Солай массаж, имбир жағып, жақсы емдеп жатыр, қыздарға өте ризамын. Бірге бір барлық кашасын жейміз, шайын ішеміз, таңертең ерте тұрып келіп зарядка жасаймыз, ана лестницамен 20 рет мініп түсеміз. Қасымда 2 бабушка бар, ол кісілердің өзі келеді, менің қасымдағы үлкен кісілер, сол кісілер де келеді, үшеуміз келеміз таңертең ерте. Сол үшеуміз занимация етеміз осы жерде. Сол кашасын қиналсақ та жеп жатырмыз, бір-бірімізге неміз ғой, не дейді? Мотиватор болып жүрміз. Біреуіміз іше алмай атсақ, іш, осымен емделесің, жақсы боласың деп 2 бабушка мені зорлап жүргізеді, мен ол кісілерге ішіп алсам, оларға айтамын. Шай, сосын сабаққа келгенде де шайымызды алып келіп ішіп отырамыз, практикаға келгенде де шайымызды келіп ішіп отырамыз. Өзім ауруға қатты мән бермейтін адаммын. Бір жерім ауырса, ой, мен осы жерім ауырып жатыр деп жатып қалатын ондай адам емеспін. Қойшы қазір қояды ғой өз үшін деп қоя салатын адаммын. Мән бермеймін қатты ауруға. Бірақ енді осы возможность болып тұрғасын, әрі оқып алайын, әрі емделіп алайын, әрі практикасын үйренейін деп соған келгенмін. Маған сабақ, теорияда, практикада барлықта ұнап жатыр. Ем әсіресе, ем өте жақсы болып жатыр. Мен өзім негізі үйдегілерді емдеу үшін үйренуге өзімді емдетіп алу үшін сол үшін келгенмін. Менде букет болезни дейді ғой, бауыр, бүйрек, ұйқы безі, общем, жетеді, зрением да нашар. Көзге имбир салып жатыр, мұрынға имбир, массаж, нүктелі массаж, қыздар өте жақсы істеп жатыр. Тұрсынкүл ханымға рахмет, бүкіл қазақты емдеп шығарсам деген арманына жетіп жатыр деп ойлаймын, 50% болса да. Бұл жерде мен өзім неше жылдан бері зерттеп келген адаммын. Енді естідім, біздің Жезқазған қаласында бір кісі барып емделді деген, содан көршім айтты, сен соған барып көрсейші деп. Соның өзінде мен үйде барып көрсей дегенде мен жолдасым ауырғандығын циррозбен. Сонымен барам деп жүргенде біз уже болмай кетті да, сонымен біз операцияға кеттік, пересадка бәрін жасадық. Одан кейін үйде оларға қарайтын адам болмай, сөйтіп сондай себептермен келе алмай қалдым да. Енді бір возможность болған кезде уже келдім. Енді жақсы, өте жақсы 100% деңгейде үйретіп жатыр, өте керемет, сабақты өте қарапайым тілмен жеткізеді, ешқандай медицинский терминдер жоқ, қиын түсіне алмай қалатындай дейтіндей. Даже үлкен кісілер отыр, барлығы да түсініп жатыр. Білмеймін, өзіме сабақ қатты ұнап жатыр, есіме сақтап, жазып, есіме сақтай алмаймын ау дегендерді жазып алып, практикасына да қатысып, еш нәрсесінен қалмай, әйтпесе мына жерде, жақын жерде туған апамның үйі бар, 2 остановка жер, оған да қалмай, осы жерде жатып, осы жердің тамағын ішіп, тамақтары да өте керемет, диетический, денсаулыққа пайдалы. Сол осы жерде жатып, осы жерде сабағын алып, жақсы ем қабылдап жатырмын.